Архив саласындағы реставрацияны дамыту маңызды. Бұл туралы елордада өткен алғашқы халықаралық ғылыми тәжірибелік семинарда айтылды. Тарихты келешек ұрпаққа дәлме-дәл өзгеріссіз жеткізу парыз дейді мамандар. Сондықтан өңдеу мен оның тың тәсілдерін игеру маңызды. Басқосуға сала мамандары, сонымен қатар Ресей, Өзбекстан мұрағатшылары, кітапхана мен мұражай қызметкерлері қатысты. Олар ескі жазбаларды қалпына келтіру мен оны сақтау жолдарын талқылап, пікір бөлісті. Біздің елімізде бұл сала әлі дұрыс дамып келе жатқан жоқ. Шынымен бізге енді арнайы сондай оқу орындары жоқ. Жалпы Қазақстан бойынша 100 мыңнан аса сирек қор бар Қазақстан бойынша. Оның ішінде бізде жаңа жақты бүкіл аймақтарда, оңтүстік болсын, шығыс болсын, мысалы Түркістан қаласынан Қожа Ахмет Яссауи мұражайында және де Отырар қорық мұражайында, біздің Астананың өзінде мұражайлардың көптеген кітаптары бар. Ауылдың неге олар солай істелінбей жатыр? Маман жоқ, олар керек құжаттық жоқ.